Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін космонавт копилкасын құятын боламыз. Ең алдымен формамызды сулы тряпкамен сүртіп шығамыз. Мен Г5, Г6 гипсін қолдандым. Копилканың 5 жеріне скрепка қыстырып шығамыз. Біз копилканың бірінші қабатын құяйын деп жатырмыз. Ол үшін үлкен 4 қасық гипс саламыз. Және су құйып араластырамыз. Копилкамызға құйып, астын ұрамыз, көпіршіктерін кетіреміз. Астын қолымызбен жауып, жан-жағына араластырып құйып шығамыз, видеодағыдай. Және түбінде кішкене қалғанда бас жағына осылай айналдырып жібереміз. Бас жағы қалыңырақ болу үшін. Екінші қабатына да 4 қасық гипспен
су құйып араластырамыз. Егер гипс осылай қою болып қалса, тағы да кішкене су құйып жіберіп араластырамыз. Екінші қабатынан бастап астын осылай шпательмен түзелетіп шығамыз, асты тегіс болу үшін. Үшінші қабатына да 4 қасық гипс саламыз. Төртінші қабатына 5 қасық гипс салып, біраз айналдырып, астан жабамыз. Негізі төртінші қабатына
4 қасық салып араластырып, кейін 5-ші қабатына 5 қасық гипс салып араластырып, астын жапсақ та болады. Осылай біраз уақытқа қалдырамыз. Біраздан соң формадан шешеміз. Копилкамызды формадан шешкенде, ең бірінші осылай видеодағыдай астынан бастаймыз. Форманың артын босатқанда астынан бастаймыз. Қатты күш салмай, осылай босатамыз. Енді копилкамызға тиын салатын орын дайындаймыз.
Видео ұнаса маған лайк басып, тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Ал капелкамыз кепкен соң осындай аппақ болады.